Шығыс Қазақстан облысының прокурорлары балықшылардың қара тізімін жасайтын болды. Өткені заңды құжаты бар кооперативтердің бірі балықты шектен тыс аулап көлденең табысқа кенелген. Мамандар мұндай жағдай тағы қайталанбас үшін бақылауды күшейтіп, заң бұзушылыққа жол берген балықшыларға квота мүлде бермейтін болды. Балық браконьерлігі келесі бейнематериалда. Зайсан балықшылары кооперативінің көлеңкелі бизнесі күн санап дамып отырған. Бірлескен шаруашылықтардың теріс жүйесін әшкере қылу үшін прокурорлар оларды жаршыл бойы аңдыпты. Ақыры құзырлы орган өкілдерінің қолына түскен балықшылар мемлекетке 2 миллиард 330 миллион теңге залал келтіргені анықталған. Рыбаки Зайсан өндірістік кооперативі заңсыз ауланған балықты Шаян балық фирмасы арқылы аталған балық Ресей Федерациясынан келген туралы жалған құжаттар жасап, оны Евросоюз мемлекеттеріне заңсыз түрде экспорт жасаған болатын. Осы аталған айып бойынша Четекбаев Жәнібек, яғни өндіріс кооперативтің төрағасы кінәлі деп танылған. Прокуратура өкілдерінің дерегінше Зайсан балықшылары кооперативі құны 1 миллиард 900 миллион теңге болатын балықты 7 астыртын фирма арқылы экспорттаған, ал төленбеген салық сомасы 400 миллион теңгеден асып жығылады. Бақылаушы орган браконьерлерді ұстау қиынға соққанын айтады. Себебі құжат бойынша олар заңға сәйкес жұмыс істеген. Балық жинаудың шегі 500 тоннадан аспаған құжатта көрсеткенмен, шын мәнінде кооперативтегілер сирек кездесетін балықтарды шексіз аулаған дейді бақылаушы орган өкілдері. Зайсан балықшылары кооперативінде заңсыз істі кооператив төрағасы Жетекбаев ұйымдастырды. Ол 300 балықшының көмегі арқылы Зайсан көлінде қылмыстық әрекетті іске асырған. Кооперативтің жетекшілері мен мүшелері барлығы 12 адам ақпанда соттың үкімімен 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Тергеу 2 жылға созылыпты. Қазір Зайсан жағалауында тыныштық орнаған, ал балықшылар квота алуға әзірленіп жатыр. Балыққа жауаптылар олардың арасында браконьерлерге жол берілмейді дейді. Жануарлар әлемін қорғау заңына сәйкес, егерде шаруашылық бірнеше рет келісім шарт талаптарын орындамаса, я болмаса жоспарланған межеге жетпесе, онда келісім шарт бұзылады. Таяуда арнайы комиссия бұл жағдайды терең зерттейді. Прокурорлардың айтуынша, аймақта жақын арада балықшылардың қара тізімі жасалуы тиіс. Оған браконьерлікпен ұсталған, салықтан жалтарған немесе балық аулау шегін сақтамаған шаруашылықтар кірмек. Торғын Мелесқызы, Абзал Құрманкин, Ирина Иконина, Астана телеарнасы.